Қалайсың достым? Алдыңғы видеода біз WhatsApp-тың қалай құпия оқу керегін, өзіңнің смартфоның арқылы басқа біреудің WhatsApp-тарын жасырын түрде қалай оқуға болатынын үйреткен болатынбыз. Бұл видео мына жерде көріп кетсең болады. Осы видеоны толық сол жерде айтқан болатынбыз. Басқа біреудің WhatsApp-ындағы құпия хабарламаларды оқуға болады. Енді осы видеода сіздерге сол қауіпсіздікті, сізді біреу оқып жүрген жоқ па, қалай тексеріп, және де оқытқызбайтындай қылдырып, сіздің қорғанысыңызды бір мықты қылдырып, қалай істеуге болатынын айтатын боламыз. Сондықтан видеоны аяғына шейін көріңіздер. Қосымша тағы да WhatsApp-тың бір-екі фишкаларын айтатын болам. Сондықтан видеоны аяғына шейін көр. Нәдек подписаться деген кнопканы басып, жанындағы қоңырауды басуды ұмытпа. Видеоға лайк басып кетші достым, біз үшін. Бастайық. Бұл жерде WhatsApp-ымызға кіреміз. Өзіміздің тексергіміз келіп тұрған қорғанысы біреу бізді бақылап жүрген жоқ па дейтін WhatsApp-ыңызды аласыз. Және ол жерде жоғарыдағы 3 нүктеге басасыз. 3 нүктеге басқаннан кейін WhatsApp веб дегенге кіреміз. WhatsApp веб дегенге кіргеннен кейін көріп тұрсыздар ма? Сессия сегодня 11-ден 7 кеткенде біздің смартфонымыздан біреу кірген. Және де ол әлі бізді бақылау үстінде. Және ол Google Chrome'нан кірген. Қандай устройство кірген, Windows па барлығы жазылып тұр, қандай устройствомен кірген, нені бақылауда. Мына жерде егерде iPhone баса iOS деп жазылып тұрады, Safari'дан кірсе Safari деп тұрады, қандай да бір Google Chrome'нан кірсе Google Chrome. Бір сөзбен мына жерде бізді Windows қазір бақылап отыр. Қандай мен біреуге сообщение берсем, ол да көре алады. Қалай көрсетпей тастаймыз? Бұл жерде выйти со всех устройств дегенді қорықпай смело баса берсеңіздер болады. Выйти дегенді басамыз, бітті. Көріп тұрсыздар ма? Енді WhatsApp вебқа кірген кезде бізде мынандай скан код сұрап тұрса, егерде скан код сұрап тұрса, онда сізге әлі WhatsApp вебтан сізде ешкім бақылап отқан жоқ. Осылай сіз өзіңіздің қауіпсіздігіңізді көбейте аласыз. Және де маған көп қойылатын сұрақтар WhatsApp-тан досыма, жақындарыма фотоны сапасын жоғалтпай қалай жіберуге болады дейді. Ол үшін Android-та мысалға кез келген фотоны бір сапасын жоғалтпай, бүжіретпей жібергіңіз келсе досыңызға, егерде скрепканы көріп тұрсыздар ма? Скрепканы басамыз. Және бұл жерде фото галереяға кіріп кетпейсіз сразу. Документ дегенді басасыз. Өйткені біз документ қылып жібереміз. Сол кезде сапасы сол қалпында барады. Және де бұл жерде посмотреть документы деген бар, жоғарыда соны басамыз. Және бұл жерде өзімізге керек фотоны таңдап аламыз. Немесе видео, фото кез келген затты сапасын жоғалтпай жібере аламыз. Мысалға бір фото жіберейік. Қазір. Сосын отправить дегенді басамыз. Көріп тұрсыздар ма? Мен бұл жерде өзімнің фотомды как файл, документ ретінде жібердім. JPEG форматында. DND формат болса тіпті жақсы болады. Сапаңызды ешқалай жоғалта алмайсыз. Сол сәтте ол ашып жаңағы файлды сапасын жоғалтпай өзіне жүктеп алады. Және де тағы бір қоятын, бұл екінші фишка, тағы көп қойылатын сұрақтар WhatsApp-тан қалай онлайн отқаныңды көрсетпей қоюға болады. Басқалар мен онлайн отқанымды көрмесінші деп айтатындарға былай жасауға болады. Егер сіздің онлайн отқаныңызды ешкім көрмесін десеңіз, настройкаға кіресіз, жоғарыдағы 3 нүктені басып, настройкаға кіресіз. Настройкаға кіргеннен кейін бұл жерде аккаунты дегенге басасыз. Аккаунтыға басқаннан кейін конфиденциальностьқа кіресіз. Конфиденциальностьқа кіргеннен кейін көріп тұрсыздар, жоғарыда был и была деп тұр. Яғни бұл жерде никто. Егерде никто болса, сіздің сетте онлайн отқаныңызды ешкім көрмейтін болады. Мои контакты десеңіз, сіздің контактыңыздағы адамдар, сіз сақтап қойған адамдар ғана көре алатын болады. Егерде все десеңіз, сізді танымайтын нөмірлерде қашан сіздің отқаныңызды көре алатын болады. Жарайды, бұл жерде никто дегенді басқан кезде тағы бір біліп қоятын маңызды бір зат бар. Никто деп бассаңыз, сіз онлайн отқаныңызды ешкімге көрсетпейсіз. Бірақ сізде басқа біреудің онлайн отқанын көре алмайтын боласыз. Түсініп тұрсыз ба? Сіз онлайн отқаныңызды жасырасыз, және де сіз басқалардың көре алмайсыз. Сіз өзіңіздің бір жағынан өзіңіздің бір жақсы жағыңызды ашасыз, бірақ тағы да көретін бір көру жағын жабасыз. Сондықтан таңдау өздеріңізде, менің ойымша енді әркім өзінің таңдауын таңдайды деген ойдамын. Достым, осы видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет. Ұнап жатса комментарияға бір қандай да бір ойыңды қалдырып кет. WhatsApp-тан сен жаңағы статусты никто деп қойдың ба, мои контакты дедің ба, все деп қойдың ба, сенің ойыңша қалай? Міндетті түрде комментарияға жазып кет. Қайсың қойған дұрысырақ? Біз сенің жауабыңды күтеміз. Видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет достым. Біздің каналға жазылуды ұмытпа. Инстаграмға да жазылып кет.
Рахмет. Келесі жүздескенше сау бол достым. Динг!